Қоқыс үйіндісі балаларға арналған тәрбиелік мультфильм. Бүгін сабақ қызық өтті, я? Иә, өте қызық болды. Математика сабағы ұнады ма? Иә, өте ұнады. Айсұлтан, мұның не? Болмайды ғой жерге тастай салуға. Ештеңе етпейді. Біреу жинап алады ғой. Мұна ағаштың үлкенін қарашы. Кел, осында отырайық. Иә, кел. Осы сәтте Айсұлтан ұйықтап кетеді. Кенеттен ауа ластанып, жерде жатқан қоқыстардан үлкен үйінді пайда болады. Ұйықтап жатқан Айсұлтан шошып оянады. Бір кезде жарық сәуле пайда болып, табиғат ана келеді де бұлай дейді: Мен сендерге таза ауа бердім, таза су бердім, жасыл орман бердім, ал сендер маған не қайтардыңдар? Қоқыстан жасалған үйінді мәз болып, мені сендер жараттыңдар деп айғай салады. Кейін болса қоқыстар сөйлей бастайды. Балалар мені қоқысқа емес, жерге тастағанда табиғатқа осындай зияны тиеді. Пластик баклажка ыдыраған сайын микропластик бөлшектері топыраққа түсіп, өсімдіктерге зиян тигізеді. Жаңбыр суы арқылы пластик қалдықтары өзен, көл немесе жер асты суларына жетіп, суды ластайды. Баклажка ыдыраған сайын майда қалдықтар жерге түсіп, жануарлар оны жеуі мүмкін. Бұл олардың денсаулығына зиян тигізеді. Пластик баклажка табиғатта жүздеген жыл бойы ыдырамайды. Сондықтан оны жерге тастау экологиялық апатқа алып келуі мүмкін. Түсім екен ғой. Не болды, жаман түс көрдің бе? Мені қоқыс жәшігіне тастаңдар, жерге емес, табиғатты ластаудан қорғайды. Мен қоқыс тастаймын. Жарайсың, Айсұлтан. Рахмет, Амина. Табиғатты аялайық. Ол біздің табиғатымыз. Тәтті тұзақ. Балалар қауіпсіздігі туралы тәрбиелік мультфильм. Ура, сабақ бітті. Қане, жарсайық. Балақайлар, тоқтаңдар, бүгін тегін акция. Мынау ерекше кәмпит, ал мынау сиқырлы сусын күш береді. Қандай дәмді. Бұрын соңды мұндайды татып көрмеппін. Мама, маған ақша берші. Маған әлгі тәтті сусын керек. Балам, тым көп тәтті сұрайсың. Бұл зиян. Бермейсіз бе? Жақсы. Арман, бұл не? Бұл кәмпитке ұқсамайды ғой. Бұл жай ғана достарым бергені. Алло, инспектор мырза, мектепке тездетіп келіңізші. Қолды көтеріңіз. Балаларды улағаныңыз үшін жауап бересіз. Мен оның зиян екенін білмедім. Тек дәміне алданып қалдым. Бәрі жақсы болады, балам. Есірткі кәмпит болып көрінуі мүмкін, бірақ ол өмірді құртатын. О, бейтаныс адамнан ештеңе алма. Осымен ертегіміз аяқталды. Ал біз оқырмандарға ертегі ұнаған болса, лайк басып пікір жазып кетуін сұраймыз, иә? Тіркеліп кетіңіздер. Рахмет, балаларым.